КШ Балаби, Өскемен қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің өзін-өзі басқару ұйымының президенті осы болып жатқан төтенше жағдайға байланысты және карантиннің енгізуіне байланысты барлық оқушыларды үй жағдайында бос уақыттарында спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтын ұстануға шақырамын. Құрметті оқушылар, бірінші байлық денсаулық, ал денсаулықтың деңгейі біздің қолымызда. Біз Қазақстанның болашағын жалғастыратын қазіргі жас ұрпақпыз. Сондықтан да өз денсаулығымызды өзіміз қадағалайық. Денсау адам табиғаттың ең қымбат жемісі деп тегін айтылмаған.